Папа полюбила, парня она манила, бродягу. Йо, барлықтарыңа салам достар, сендермен мен дорогой достар, мен бүгінгі видеода мен алда дамитын ютуберлерді айтаты боламын, так что осы видеоға лайкыңды басып және де анама тіркел. Енді осы видеода сен жоқ болсаң маған ренжіме. Ендеше достар, мен осылай өзімнің өте керемет видеоролигімді бастаймын. Мінекей достар, біздің өте керемет видеоролигіміз басталды, так что лайк басып арна тіркеліп тұрамыз. Енді балдар, бірінші дамитын оғыл ютуберіміз Денерон. Енді өздерің скринда көріп тұрсыңдар, видеода көріп тұрсыңдар. Вот каналы өте керемет, ол серия түсірі өте кереметте ғып дамып келе жатқан ютубер. Бұрында да каналдары болды. Өте керемет дизайнер, ПКшер, короче айтқанда осы баланың активі жестко, енді өздерін көріп отырсыңдар. Енді достар, бұл да 2000 подписчик, енді бұл ютубта тастап кетпесе, бұл алда дамитын ютубер. Енді достар, екінші ютуберімізге қарай кеттік. Мінекей достар, екінші ютуберді өздерің көріп отырсыңдар, бұл Демфи. Атақты Демфи өздерің білесіңдер. Енді Демфиді көбісі біледі. Ол да дамытта қайттан канал сатып сөйтіп жүрді. Енді достар, осы каналды сатып кетпесе, бұл да өте кереметтей дамитын ютубер, өздерің білесіңдер, активі жестко және ПКшер, бұл да дизайнер. Короче, осы бала да ютубта дамитын ютубер десем де болады. Енді достар, біз үшінші ютуберге қарай кеттік. Мінекей достар, өздерің скринда көріп тұрғандарыңдай, бұл кім деп ойлайсыңдар? Яғни Бека. Короче, Бека 21 деген, өздерің білесіңдер, енді көбісі біледі, көбісі білмейді. Бұл пацан өте керемет видео түсіреді, качествоны жақсы қылып түсіреді. Қазбұлттағы пацан, біздегі пацан, короче айтқанда. Енді осы валада 1000 бірдеме пати, өздерің көріп отырсыңдар. Вот активі да нормальный пацан, нормально. Енді бұл да ютубта тастап кетпесе, алда өте кереметте қып дамитын ютубердің бірі десем де болады. Короче, скринда көріп тұрсыңдар. Енді достар, біз өзіміздің келесі ютуберімізге қарайта кеттік. Мінекей достар, енді өздерің көріп отырсыңдар, келесі ютубер кім екен? Бұл Райни. Райни де өздерің білесіңдер, вот скринде көріп тұрсыңдар, қанша подписчик, қанша зат екенін. Короче, бұл да активі нормальный пацан, бұл да және өзімнің досым десем де болады. Короче айтқанда, енді осы бала да ютубта тастамаса, алда дамитын ютубердің бірі, достар, өздерің көріп отырсыңдар. Активі жақсы. Енді достар, келесі ютуберге қарай кеттік. Мінекей балдар, өздерің көріп отырсыңдар. Енді біз келесі ютубер кім? Яғни ол Клейф. Клейф өздерің көріп отырсыңдар. Вот өте кереметте бала. Бұл да ютубта тастап кетпесе, алда дамитын ютубердің бірі, достар. Бұл да ПКшер, дизайнер десем де болады. Активі нормальный пацан, өте кереметте видеолар түсіреді. Бұл енді ютубта тастамаса, алда дамитын ютуберлердің бірі, достар. Енді достар, біз өзіміздің келесі ютуберімізге қарай кеттік. Go! Мінекей достар, өздерің көріп отқандай атақты болған ютубер ол Фленди. Яғни Фленди. Фленди Скрла. Енді Скрла ол ютубер болды. Бұрында десем де болады. Бұрында ютубер атақты болды. Атақты дегенде енді ютуберді алып жүрген жоқ, бірақ та ютубта тастап кеткен болды. Енді ютубта тастамаса, Фленди ода дамитын ютубер. Короче, достар, енді солай, түсінгендеріңізде бойынша Фленди Скрла
лайк басып отырамыз. Короче, достар, осы видео сізге ұнаса лайктармен, комментариямен қолда және де ана тіркеліңдер. Енді достар, сіздермен болған мен Драго. Короче, амандықта жүздескенше осы видеоға давайте или лайк жинасаңдар, келесі видео шығады. Давайте, короче.